Мен Оспанов Ибрагим Аманқосұлы 1970 жылы дүниеге келдім. Осы қалада туып өстім. Екінші мектепте бітіріп СПТУ 3 деген болды. Содан жүргізушілікті, содан оқып 18 жасымда осы мекемеге келдім. Ол кезде Узенский управление технологического транспорта деген болды. 18 жасымнан содан слесарь болып бастадым. 1988 жылы әскерге кеттім. Әскерден кейін келіп енді қайтадан осы мекемеге жүргізуші болып келдім. Осы уақытқа дейін осы мекемеде жұмыс жасап келе жатырмын. Енді әртүрлі кезеңдер болды. Істен шыққан зат орнына келтіру, тапқанымызбен киіп, көлігімізді жүргізудің тек амалын ойлап, соны техника тұрмасын деп сонымен жұмыс жасап, сөйтіп осы уақытқа дейін жүргізуші болып келе жатырмын. Қазір бәрі жағдай жасалынып жатыр. Қысқы киімі бар, жазғы киімі бар. Біздің мекемеміздің басты мақсаты жұмысшыларды жұмыстарына аман есен, үйлеріне аман есен апару.